Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, Allah Teala'm özünün kasiyetli үйіне niyet etip, бүгінгі kasiyetli Sayyidul Ayyam болған, күндердің ұлысы болған kasiyetli Жұма күні басып білген қадамдарыңызға сауаптан жазсын, ниеттеріңізді қабыл алсын. Жұма күні дұғалардың қабыл болатын сондай бір сәті бар. Ол сәтті Алла Тағала жасырын бір уақытқа жасырды. Кімде-кімнің жасаған дұға тілегі сол сәтке сәйкес келсе, сол құлдың дұғасы қабыл болады екен. Аллах Тағалам сіз бен біздерді сол дұғасы қабыл болған уақытқа сәйкес келген дұғалардан етсін. Бүгінгі уағызымызда Алла Тағаланың иман еткен құлдарына әзірлеген сыйы болып табылатын ұлы нығмет, жәннат нығметі жайлы айтатын боламыз. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Әстәғизу билләх وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman keltirip жақсы амал жасағандарды қуандыр. Расында олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннаттар бар. Әрқашан оларға оның жемісінен бір ризық берілсе, олар бізге бұрында беріліп ет деп айтады. Содан кейін тағы да оған ұқсасы келтіріледі. Әрі олар үшін тап-таза жұбайлар бар. Олар онда мәңгі қалады деді. Біз, әлхамдулилля, мұсылманбыз. Мұсылман болған соң Алла Тағаланың әмірлерін орындап, тыйғандарынан тыйылып, бұйырғандарын орындаймыз. Ал енді осы дүниенің бір мысалынан келтіретін болсақ, әрқайсымыз жұмысымызда, қоршаған ортамызда бір іс атқарып, жетістікке жетіп жатсақ, оған берілетін өзінің сыйы бар. Басшыңыз тарапынан марапат аласыз, премия тағайындалып жатады. Ал енді құдіреті күшті Алла Тағала бізді жаратып, өзінің тыйғанынан тыйылып, бұйырғанын орындаған адамдарға да Аллах Тағаланың өзінің уәдесі бар, уәде еткен жәннаты бар. Мысыр елінің Каир қаласында Сұлтан Бейбарыс атындағы мешіттің имамы Хишам әл-Камил Хамид Айлмут Таухид атты кітабында жәннат жайлы бұлай деп анықтама берген. Жәннат Алла Тағала өзіне мойынсұнған пенделері үшін әзірлеп қойған мәңгілік рахат мекені. Ондағы нығметтерді адамның ақылы елестете алмайды. Онда көз көрмеген, құлақ естімеген және адамзаттың қиялына келмейтін нығметтер бар.
сондай-ақ ол қазір бар болып жаратылып қойған деді. Хижри 5-6 ғасырда өмір сүрген имам Матуриди мектебінің ғалымы Аз-Захид Абу Исхақ Ас-Сафар Ал-Бухари өзінің Талхисул Адиллатил Қауаиди Таухид атты кітабында Жахмия ағымы жайлы былай дейді. Жахмия ағымы жәннат жаратылмаған, қиямет қайым басталып, адамдар о дүниеге барғаннан кейін, сұрақ жауап болғаннан кейін барып жәннат жаратылады деді. Оған қарсы былай деді: біліп қой, жәннат пен тозақ жаратылып қойылған, ол қазір де бар. Алла Тағала Құраны кәрімде Әли Имран сүресінің 133 аятында «Уиддат лил муттақин» тақуалар үшін, Алладан қорыққандар үшін әзірленді, яғни дайындалып қойылды деп, жәннаттың жаратылып қойылғандығы жайлы, ол өзіне кіретін, өзіне келетін момындарды күтетіндігі жайлы хадистерде айтылады. Абу Хурайрадан риуаят етілген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Алла Тағала ізгі құлдарым үшін, тура жолда жүрген құлдарым үшін көз көрмеген, құлақ естімеген және адам баласының ойына келмеген жақсылықтарды әзірлеп қойдым деді. Және бұл жайлы Құраны кәрімде Астаизу биллах «Фәлә та'ламу нафсун ма ухфия лахум мин қуррати а'юнин жазаан бима кану я'малун». Ешбір жан істеген амалдары үшін қайтарым сый ретінде өздері көзайым болатындай қандай қуаныштың жасырылғандарын білмейді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бухари мен Муслимде келген хадисте бір садақтың көлеміндей ғана жәннаттағы жер бұл дүниенің барлығынан, бүкіл дүниеден артық деді. Жәннат қай жерде орналасқан? Жәннат тылсым нәрсе болғаннан кейін, біздің көзіміз көріп, көрмеген нәрсе болғаннан кейін, аяттарда, хадистерден ғана жәннат жайлы естиміз. Құранда жәннаттың бар екендігі, мұсылмандарға, Алладан қорыққандар үшін, ізгі амал жасағандар үшін жәннаттың жаратылып қойылғандығы жайлы айтылды. Енді оның қай жерде екендігі жайлы ғалымдардың арасында түрлі көзқарастар бар. Құранда Алла Тағала Нәжім сүресінің 14-15 аяттарында Астаизу биллах «Инда ситратил мунтаха, индаха джаннатул ма'ва». Соңғы шектегі сидрдің жанында, ол жерде ма'ва, яғни жәннат орналасқан. Осы аятқа ғалымдар түрлі пікір білдірді. Ибн Масуд пен Дахак 6-шы көк аспанға көтерілудің біткен шегі деп түсіндірді. Ал атақсы тәпсірші Ибн Касир сидра дегеніміз ол 7-ші аспанда деді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Миғраж оқиғасын еске алайық. Миғражға көтерілгенде Жәбраил алейхиссаламның шын бейнесін Сидратул Мунтахада, сидра ағашының қасында көрді деді. Демек 7-ші қабатта деді.
Ал енді кейбір ғалымдар материалдық өмірдің біткен жері деп айтады. Ал енді имам Матуриди ақидасындағы ол кісінің кітабына шарх жазған Алиул Қари Шархул Фикул Акбар кітабында осы ғалымдардың сөздеріне сүйене отырып, жәннаттың орны 7 қабат көктің үстінде деген тоқтамға келді. Жәннат мәңгілік мекен. Ол жердің тұрғындары өлмейді, ол жердің тұрғындары қартаймайды, киімдері тозбайды, жастық шақтары өтіп кетпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадисте жәннат нәсіп болғандар жәннатқа кіргенде оларға бір жаршы келіп, расында сендер мәңгі өмір сүріп, енді өлмейтін боласыңдар. Дендерің сау болады, ауырмайсыңдар, жас боласыңдар, қартаймайсыңдар, рахатқа бөленесіңдер, жаманшылыққа ұшырамайсыңдар деп жар салады екен. Имам Тахауи Шарх Ақида ат-Тахауия атты еңбегінде пенде жәннатқа Алла тағаланың кеңшілігімен кіреді. Ал тозаққа кіргендер болса, ол Алланың әділдігімен кіреді деді. Адамның тозаққа кіруі Алла тағаланың ашуының немесе Алла тағаланың зұлымдығының белгісі емес, оны білдірмейді. Алланың әділдігін білдіреді деді. Неге? Себебі адамға тірі кезінде таңдау еркіндігі берілді. Тура жолмен жүрем десе де, тура жолдан таям десе де, қандай сенім ұстанам десе де, адамға ерік берілді. Міне сондықтан Алла тағаланың алдына барған кезде тозаққа кіргендер Алла тағаланың әділдігімен кіреді екен. Ал жәннатқа кіретіндер Алланың рахымымен кіреді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға жәннат жайлы айтқанда Алланың рахымымен кіреді деді әрбір адам. Сонда пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламнан: "Уа Алланың елшісі, сіз де Алланың рахымымен кіресіз бе?" деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Иә, мен де, тек егер Алла тағала рахым ететін болса ғана" деді. Жәннатқа ең алғашқы болып кіретін пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам екен. Өзінің бір хадисінде: "Ана аксарул анбияи табан яумал қиямати ва ана аувалу ман яқрау бабал джаннати." Қиямет күні пайғамбарлардың ішінде артынан ерушілері көп болатын пайғамбар мен боламын. Және жәннаттың есігін алғашқы болып қағатын да менмін деді. Міне демек, пайғамбарлардың ішінен, бүкіл адамзаттың ішінен, жаратылыстың ішінен жәннатқа ең әуелі болып кіретін пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Жәннаттың 8 қақпасы бар. Хадисте: "Инна лил джаннати 8 абуабин." Шынында жәннаттың, жұмақтың 8 қақпасы бар деді. Әр түрлі амал жасағандар сол қақпалардан кіреді екен. Басқа хадисте: "Кім Алла жолында ерлі зайыптыларға садақа қылса, ва Алланың құлы
игілік осында деген жұмақ қақпасынан кіретін болады деді. Кім намаз оқыса, намаз оқығандардың қақпасынан кіреді екен. Кім ораза ұстаса, Ар-Райян деген жәннаттың қақпасынан кіреді екен. Кім жихад жасаса, өзінің елін, отанын, дінін, отбасын қорғаса, Алла жолында тұрса, соған қарсы, ол сол жихад қақпасынан кіреді екен. Кім өзінің нәпсімен күрессе, кім өзінің надандығымен күрессе, ол да жихад қақпасынан кіреді екен. Және тәубе еткендер тәубе қақпасынан, тәубе қақпасы ашылып, тәубе қақпасынан кіреді екен. Міне осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде 7 қақпаны айтты. 8-шісі тағы бір хадисте Әл-Әйман оң қақпасынан 70.000 есеп қисапсыз кіретіндер жайлы баяндалған. Міне ғалымдар 8-ші қақпасы жәннаттың осы екендігін айтты. Жәннаттың үйлері жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сахабалар сұрады. Жәннаттың үйлері жайлы бізге баяндап беріңізші деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннаттың үйлерінің бір кірпіші алтыннан, тағы бір күмістен, оның шатыры інжуден жасалған, ұсақ тастары інжу мен жақұт, тозаңы шафран. Оған кіруші игілікке бөленеді және қайғырмайды. Ол мәңгі өлмейді. Ол жақта киімдер тазармайды, жастар өлмейді деп хадисінде жауап берді. Және аятта Алла Тағала Зумар сүресінің 20-шы аятында Раббыларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер ағатын қабат-қабат салынған сарайлары бар. Бұл Алланың уәдесі, Алла уәдесінен таймайды деді. Жәннаттың бақтары мен өзендері жайлы көптеген аяттарда баяндалады. Соның бірі Рағд сүресінің 35-ші аятында Мәтәлул жәннәтилләти уидал муттақуна тәжри мин тахтихал анхару укулаха даимун ва зиллуха. Сондай тақуалар үшін әзірленген жұмақтың мысалы астарынан өзендер ағатын, оның жемістері және көлеңкелері мәңгілік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде жәннатта бір ағаш бар. Егер ол ағашты бір адам әбден дайындалған жүйрік бір атқа отырып шабатын болса, 100 жыл шапса да бір шетінен екінші шетіне жете алмайды деді. Мұхаммад сүресінің 15-ші аятында Алла Тағала сондай тақуаларға уәде етілген жәннаттың мысалы, онда еш бұзылмайтын өзен сулар, дәмі өзгермейтін сүттен болған өзендер, ішушілерге дәмді шараптан өзендер және балдан өзендер, сондай-ақ онда оларға әртүрлі жеміс жидек әрі Раббыларынан жарылқау бар деді. Және жәннаттың үлкен сыйларынан болып табылатын нығметтердің ең ұлысы жәннат иелерінің Алланың қалаған құлдарының
Алла тағаланың оларға көрінуі екен. Имам Муслимнің кітабында риуаят етілген хадисте Алла тағала жәннат иелеріне былай дейді екен: сендер менен тағы бір нәрсе беруімді қалайсыңдар ма? деп сұрағанда жәннат иелері: сен біздің жүзімізді ағартпадың ба? Бізді жәннатқа кіргізіп, тозақ отынан құтқармадың ба? Бізге одан артық не керек дегенде, Алла тағала өзімен құлдарының арасындағы, жәннат иелері мен өзінің арасындағы пердені ашқан кезде Аллах тағаланың жүзіне сондай үңіліп қарап қалады екен. Сол қараған кезде адам өзінің сондай ұзақ уақыт Аллах тағалаға қарап тұрып қалғанын байқамай да қалады екен. Аллах тағалам тақуа құлдардың қатарынан етіп, жәннатына кіріп өзінің дидарын көру нәсіп болған құлдардан етсін иншалла. Жәннатқа кірген адам ол жерде шаршамайды екен. Жәннатқа кірген адам жәннаттан жалықпайды екен. Алла тағала Фатыр сүресінің 35 аятында олар барлық мақтау бізден қайғыны жойған Алла тағалаға болсын. Ақиқатында Раббымыз аса кешірімді, қайтарым сый беруші. Ол өз кеңшілігінен бізді тұрақты орынға орналастырды. Бізге бұл жерде шаршау да жоқ, жалығу да болмайды деп жәннат иелерінің сөзін Құранда келтіреді. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға бір қарт ана келіп: «Уа Алланың елшісі, мен үшін Алла тағалаға жәннатқа кіруімді сұрап, дұға қылыңызшы» дейді екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Кәрі адам жәннатқа кірмейді ғой» деген екен. Сонда әлгі ана көзіне жас алып бастағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жәннатқа Алла тағала кәрі адамды жас кейпінде кіргізеді» деді. Ғалымдар жәннатқа кіру жасының 30-35 жас аралығы екендігін айтады. Және жәннаттағы ең үлкен нығметтердің бірі хадисте келтіріледі. Алла тағала қиямет күні: «Уа жәннат иелері, сендер менен разысыңдар ма?» дейді. Сонда олар: «Қалай сенен разы болмайық? Өзіңнің жаратқан пенделеріңнің еш қайсына бермеген нәрсені бізге бердің ғой» дейді. Сонда Алла тағала: «Осы берген нәрселерімнен де жақсы нәрсені сендерге берейін бе?» дейді. Жәннат иелері: «Уа Раббымыз, осы берген жәннатыңнан артық жақсы нәрсе бар ма?» дейді. Сонда Алла тағала: «Мен сендерге разы болып, енді сендерге еш уақытта ашуланбаймын» дейді екен. Алла тағаланың қаһарынан, ашуынан Алла біздерді сақтасын. Алла тағала амал келтіріп, жәннаты құлдардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Бір әке өзінің баласына былай деп өсиет етеді екен: «Уа балам, жәннатқа кіру тегін, тозаққа кіру ақылы». Сонда баласы: «Әке, бұл қалай?» деп сұрайды екен. «Намаз оқисың, тегін оқисың. Харамнан сақтанасың, тегін. Алланың бұйрығын орындайсың, тегін. Дәретіңді аласың, тегін. Оразаңды ұстайсың, тегін. Жәннат тегін. Бірақ адамдар тозақты сатып алады. Арақ ішу, ақылы, зина жасау, қандай жаман нәрселердің барлығы ақылы» дейді екен. Міне сондықтан құрметті жамағат, Аллах тағаланың бізге тегін нәсіп етіп қойған
жәннәтіне асығайық иншаллах. Аллах тағалам өзінің сүйген құлдарының қатарынан етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.